Ғали Мақатаев 1973 жылы жазған «Аққулар ұйықтағанда» поэмасында халық киелі санайтын аққу құс туралы аңызды негіз етіп алған. Поэманың басты кейіпкері баласының жазылуы үшін ырым-тыйымнан, дәстүрден де аттауға мәжбүр ана. Ақын кейіпкерін үлкен таңдаудың алдына келіп тірейді. Ақыры тәуіптің балаңды аққудың қанатымен аластаса жазылады деген сөзін орындамаққа кіріседі. Әкесінің аққуды өлтіруге дәті бармағандықтан оның орнына анасы мылтығын алып қасиетті аққулар мекендейтін көлге барады. Қиянат жасау арқылы жақсылыққа қол жеткізуге болмайды деген өмір заңы поэманың шешімі. Ақын барша табиғатқа, жан-жануарға қамқорлық жасау жайлы тағылым етеді. Композициялық жағынан «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы 3 тараудан тұрады. Оқиға 3-ші жақтан баяндалады. Поэманың 1-ші тарауында Жетімкөлдің тарихына шолу жасалып, 2-ші бөлімінде баласының сырқатына қайғырған ата-ананың күйі баяндалады. Қалыптасқан дәстүр, халықтың кие тұтқан ұғымдары қашанда қастерлі. Сол тыйымдардан аттаған адам оңбайды деген ұғымды 3-ші бөлімге арқау еткен. Қарт жылқышы аққуды өлтірген анаға ақыл айтады. Баласының амандығын ойлаған ана аққуды ақыры үйіне әкеледі. Үйге оралса, баласының қайтыс болады.